Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен сарымсақтың пайдасы туралы айтатын боламын. Алдымен каналыма лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Сарымсақтың адамға деген пайдасы өте көп. Соның 6 пайдасы туралы сіздерге айтатын боламын. Сарымсақтың бірінші пайдасы иммунитетті нығайтады, организмді қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайды, микробты болдырмайды, жараны тез жазады, ауруды басады және ішек құрттарды жояды. Асқазан ішек жолдарына, жүрек тамыр ауруларына ем. Қан қысымы төмендетеді, қанды тазалайды, ертеде оба ауруына ұшырағандарды емдеуге баратын дәрігерлердің сарымсақ салынған суға батырылған дәкемен жүздерін орап алуы осы себепті деп білінуде. Және де ми ісігінің алдын алады, ол жүйке жүйесі бұзылған зәр жолдарын емдеуге көмектеседі. Және теріге сүйел, темір еткі, сыздау, қышыма тағы басқа жаралар шыққанда да емге жаратады. Сарымсақтың құрамында В және С тобына жататын дәрумендер хлор, темір, фосфор, иод, марганец, кальций, мыс, магний, көмірсулар және тағы да басқа микроэлементтер көп. Басым бөлігі судан, көмірсулар мен ақуыздар тұратын А, В, С, Р дәрумендері кездеседі. Аздаған мөлшерде майларда жоқ емес. Солардың бірі эфир майы, негізінде шикілей жеген пайдалы. Сарымсақтың өткір иісінің артынан алманы жалбыз жапырақтарын балдыркөкті шайнау арқылы немесе сүт ішумен кетіруге болатындығын айтылады. Сарымсақтың тағы бір пайдалары қатты суықтап қалған кезде сарымсақты ұсақтап турап үстіне ыстық су құйып, сосын оның буымен дем алу керек. Және тіс ауырған кезде сарымсақты қабығынан аршып алып, сонымен тістің қызыл етін түртеді. Сүйел шыққан жағдайда ұсақталған сарымсақты азғантай балмен араластырып, әлгі жерге қалыңдап жағып тастаған жөн. Тұмаудың алдын алу немесе шалдыққан жағдайда емдеу үшін де күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Ал сіздер сарымсақтың қандай пайдасын білесіздер? Соны жазып кетсеңіздер де болады. Каналыма лайк басылып, тіркелуді ұмытпаңыздар.